қуатын беретін электр мекемелері. жарық беретін мекен. Электрик дегеніміз жарықты бізге беретін электр қуаттарын жөндейтін адамдарды айтамыз. Білем. Ол біздің светіміз өшіп қалса, келіп жөндеп беретін адамдар. Ол электр тоқтарын жөндейтін адамдар. Электрик деген жарық беретін адам. Сол қолмен розетканы тағы да басқа электр заттарын ұстауға болмайды. Тоқтың астына ойнауға болмайды. Электр тоғының қасына 8 метрден жақындауға болмайды, және де оның қасында ойнауға болмайды. Үтікті тоқта қалдырып кетуге болмайды. Мысалға, маған түнде ұйықтайтын кезде телефонды зарядкеге қойма, және де розетканы қозғама деп айтады. Зарядканы қосып, телефон ойнама деп айтады. Анам электр тоғын ұйықтар алдында қосуға болмайды дейді. Телефонды түнде зарядкеге қоюға болмайды. Үйімдегі інілеріме, сіңілдеріме айтам. Достарыма, қарындасыма айтам. Сыныптастарыммен, достарыммен, отбасыммен. Досыммен бөліскім келеді.